достар, бүгін бізге сұхбат беруге келіскендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Олай болса, алдымен танысудан бастасақ. Менің есімім Айкүміс. Менің есімім Құралай. Менің есімім Аружан. Менің есімім Айзере. Сіздер топ болып құрылғандарыңызға қанша уақыт болды? 91 әнін шығарғалы бері топ болып қалыптастық деп айтуға болады. Жалпы осы әнұранды шығару үшін қанша уақыт кетті және ой кімнен пайда болды? Негізі ой менен пайда болды. 91 тобы шыққалы бері сондай ән шығаруға деген ниет жақсындай қалыптасты, шабыт шықты да. И осы әнді әнұран ретінде негізі ойламадық шығады деп. Иглздар қолдап осы әнді шығардық. Шығаруына көп уақыт кетпеді. Тез шықты деп айтуға болады. 2-3 күнде шықты тіпті. Жалпы сіздердің топтарыңыз қалай аталады? Топтың атын әлі қоймадық. Мүмкін сіздер көмектесесіздер бізге айтып. Иглздардан, 91-нан сұраймыз. Топтың құрылу тарихы және оның қатысушылары туралы айтып берсеңіздер. Топтың құрылу тарихы сол 91 әнұран шыққалы, Иглздар әнұран шыққалы бері қалыптасты. Топ мүшелері ведущий вокалист Аружан, Құралай рэпер-хореограф, лидер группымен және вокалисті, и Айзере рэпер группы. Рэпер и кішкентай кенжесі. Ең кенжесі. Сіздер мектепте оқиды екенсіздер. Олай болса мектеп өмірі туралы айтып берсеңіздер. Біз мектепте оқимыз. Мектеп Краш Перситов атындағы музыкальный мектеп. Дарынды балаларға арналған. Біз әрқайсының өз мамандығы бар. Музыканы тереңдетіп оқытады. Аружан, айта кетсең? Мен флейта аспабында ойнаймын және фортепиано. Әртүрлі конкурстарда қатысамыз өзіміздің аспабымызбен. Құралай. Мен габой деген инструментте ойнаймын. Ол француздардан шыққан. Және мен де көп конкурстарға қатыстым. Бірінші жүлде маған тиісті. Мен топта саксофонисткамын, мамандығым саксофонистка, джазды сүйіп тыңдаймын. 91 жақсы көремін. Мен кларнет аспабында. Және бізде әрқайсымыздың өзіміздің қосымша ол міндетті фортепиано болады. Және міндетті фортепиано. Осы әнұранның тарихына қысқаша тоқталып кетсек. Қалай туындады осы? Негізі бұл әнді мен жақында ғана өзім музыка шығарып бастадым. Сол кезде дәл сол уақытта 91 тобы шыққан болатын. Сосын осы топқа да бір ән арнайын ба деп ойладым, себебі бұл топ маған өте ерекше бағыттағы топ болып есептелді. Үлкен маған әсерін берді деп айтуға болады. Осы топтың арқасында музыка жазуға деген ынтам көбейді, шабытым ашылды. Осы әнұранды шығарғаннан кейін міндетті түрде ол әнұран болады деп ойладыңыздар ма? Әлде ол жай ғана тілек ретінде шығарылған ән бе? Бұл ән негізінен біз бұлай онша біз оны қатты неге шығады деп ойламадық. Болады деп ойламадық. Әнұран болады деп ойламадық. Негізі бұл әнді бұлай мен жазғаннан кейін қыздарға ұсындым, қыздармен айттып, ары қарай сол беседаға жіберіп, сол кезде как раз проект жасап жатыр екен 91-ға 200 күнге арналған. Сол сыйлық болып, тілекте болып қалыптасты. Әнұран болып кетті сөйтіп. Осы әнұранды ең бірінші болып естігендердің бірі Батырхан Әлем екенін айтып өткен болатынсыздар. Олай болса, осы туралы қысқаша ғана айтып өтсеңіздер, ол қалай естіді осы әнді? Бұл әнді Батырхан мега центр орталығында естіген болатын. Айзере оны көрсеткен болатын. Ең бірінші көрсеткен кезде бұлай тыңдап өте шумно болып атқан. Сөйтіп тыңдап атқан кезде оның бірден музыкант ретінде гармониясына мән беріп, сөзіне мән беріп, сразу сондай минусында, плюсында түсініп айтты. Қыздар керемет екен, ары қарай шабыттанып сіздерге табыс тілейміз деп айтты. Ол кезде баламен әлемнің туған күні болған.
өздері сол кезде интервью берді. Иглздар келіп бәріміз құттықтағанбыз. Сіздерге әлемнің қолдау берген, шабыт берген болар. Иә. Үлкен шабыт берді Батырханның сондай әлемнің жаңағыдай өлең жазып ары қарай не істей беріңдер дегеннен кейін, жүре беріңдер дегеннен кейін үлкен шабыт берді өлең шығаруға. Жалпы осы 91 тобы өмірлеріңізге аз да болса өзгеріс әкелді ме? Мен негізінде орысша сөйлейтін қызбын, бірақ 91-ның арқасында мен қазақша сөйлей бастадым. Үлкен әсерін етті сондай сөздік қор молайды, қазақша әндерге деген былай Талабымыз ашылды. талабымыз ашылды. Өте үлкен әсер етті деп айтуға болады. Және де біз солардың арқасында кейбір кезде орысша айтатын сөздеріміздің бәрін қазақша, мысалы біз бір нәрсе қосқанда пока дейтінбіз, ал осыдан кейін бәріміз Сау деп. И көп дос таптық деп айтуға болады. Дос таптық, жақсы қыздар, қолдау таптық. YouTube желісіне біздің видео салынғанда жаман комментариялар да болды, жақсылар да болды. Қандай жағдай болғанда да бізді Иглздар, бүркіттер қолдап тұрды. Ары қарай шабыт берді. Біз енді 91-ның басқа өлеңдеріне кавер түсіруге шабытталынып жатырық, түсіріп бастадық десек те болады. Түсінікті. Ал жалпы осы топ қатысушыларымен бірге өткен қызықты оқиғаларыңыз болды ма? Мүшелерімен, 91 топ мүшелерімен өте қызық жағдайлар көп болды. Мен бірінші рет мен оларды көрген кезде, негізі Иглз болмағам. Сол кезден бастап Иглз болдым деп айтуға болады. Сол кезде әлем тыңдаған біздің әнді. И осы әнұранды түсіру барысында көптеген қызық жағдайлар болды. Қыздар айтады. Біз осы өлеңді түсірер кезде біз бәріміз музыкант болғаннан кейін қолымыз босамады, сабақтар күрделенеді жылдан жылға. И біз әр кеште жиналуға тырыстық, бір күні жиналып, 2-3-ге дейін болсын түсіруге тырыстық, түсірдік. Сол кезде қанша бір кезде күл жереміз, фальшиві, ритм деген жерден көп қателіктер болды, оны біз түсіруге біз. Бір жерінде сөздерді ұмытып қаласың. Көптеген Сондай жағдайлар жағдайлар өте көп болды. Сіздер осы әнді кәсіби жазды деген шын ба? Ол кәсіби студияда жазылды, жақында оның демо-версиясы уже шығады Иглздарға. Бұны әнұран ретінде біз уже Иглздарға шығара аламыз, олар бәрі бізден сұраған официальный версиясын өздері айтқысы келген. Енді біз оны кішкене обрабатывать етіп салуымыз мүмкін, күтіңіздер. Олай болса, сіздерге болашаққа қатысты сұрақ. Сіздер музыкантсыздар, болашақта өздеріңізді үлкен сахнада көресіздер ме? Бұл біздің арманымыз деп айтуға болады. Арман деп айта алмаймын, біздің цель, мақсатымыз. Мақсатымыз. Қазірден бастап біз Қазақстан емес, республика бойынша мемлекеттік басқа да шетелдерге конкурсқа шығып жатырық. Біз музыка ретінде ғана. Ал бұлай ән ретінде біз енді ары қарай талпынып жатырық, музыка жазатын шығармыз деген ой бар. Сөз соңында бізге осы әнұранды айтып берсеңіздер. Көңіліңе шуақ сыйлайтын, жүрегіңді әніммен баурап алып, осындай керемет 91-ға рахмет, бақытты болыңыздар. Бұл 91, бұл драйв-пеннен шарықтай түссе, қолыңды биікке әндетіп биле, 91-мен бірге. Бұл 91, бұл драйв-пеннен шарықтай түссе, қолыңды биікке әндетіп биле, 91-мен бірге.